Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Аллахумма аллимна ма янфауна ванфана бима алламтана. Рабби зидни альман нафиан я карим. Амма ба'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Біздің кезекті дәрісіміз ихсан тақырыбы бойынша Абдул-Қадир Иса рахматуллахи алейхи үлкен ғалымның хақаиқ ани тасауфтың ақиқаты атты еңбегін оқып жатқан едік. Яғни мағынасы тасауфтың ақиқаты, жүректі тазалау, тазкиятун нафс, ихсан тақырыптарында. Өткен дәрісімізде біз бірінші мақам тәубе жайында оқыған болатынбыз. Тәубенің қандай болатындығы, тәубе дегеніміз не, тәубе шынайы тәубе болып есептелу үшін оның қандай шарттары бар екенін біз өткен болатынбыз. Қазіргі уақытта тәубе деп шүкір сөзімен шатыстырып жүргендігін де жеткізгенбіз. Мысалы, елімізде, қоғамымызда шүкір деген сөздің орнына тәубе деген сөзді де қолданады. Мысалы, осы жағдайға тәубе деп отыр, тәубе ет осыған деп отырады да. Осы жағдайыңа шүкір ет деген мағынада айтқысы келеді да. Ал негізінде тәубе деген сөздің мағынасын біз өткен дәрісімізде толықтай түсіндіріп айтып берген едік. Енді бүгінгі дәрісіміз әл-мухасаба, екінші мақам. Бірінші мақам бізде тәубе мақамы болды, тәубе деңгейі, бірінші ең төменгі деңгей. Одан кейінгісі әл-мухасаба, мухасаба мақамы. Мухасаба дегеніміз бұл жалпы қазақша тікелей аудара салатын болсақ, есеп беру. Есеп беру, есеп дайындау мақам. Енді бірінші мақамда біз ішкі жан дүниені тазартып, сонымен жұмыс жасағаннан кейін тәубе етіп, күнәлардан қайтып, күнәларға енді қайтып бармайым деп бел буғаннан кейін, енді өзімізге үнемі екінші деңгей, екінші мақам, одан жоғарғы тұратын мақам мухасаба, яғни өз-өзімізге үнемі есеп беріп жүру. Ұйықтардан алдын есеп беру, ұйқыдан тұрған уақытта есеп беру, және құлшылық ғибадат жасағаннан кейін есеп беру, немесе бір қателік, күнәс жасап қойғаннан кейін де өз-өзімізге есеп беру. Тамақ ішкен болсаңыз, көп ішкен болсаңыз, мен неге көп іштім деп, немесе көп ұйықтаған болсаңыз, неге мен көп ұйықтауым керек? Жалқау болып, ұзақ уақыт бойы интернет желісінде уақытымызды өткізіп алған болсақ, мен неге осылай уақытымды өткізуім керек деген сияқты өз-өзімізге үнемі есеп беру жүруіміз қажет. Бұл жерде, мысалы, біздің ойымызда қазір есеп беру деген сөздің астында бір нәрсені жасап болғаннан кейін барып, мынаны неге жасадым деп өтіп кеткен нәрсеге есеп беру деген нәрсені түсініп жатқан болуымыз мүмкін. Ал негізі бұл жерде шейхтар айтады, өтіп кеткен нәрсеге есеп берумен қатар алдымыздағы болатын нәрсеге де оның есебін шығару. Енді жасайын деп жатқан нәрсеңізге есебін дайындау. Мысалы, бір бизнеспен айналысса адам, ол соқыр жасап жүре бермейді ғой. Алдыда көреміз ғой деп жүре бермейді. Ол кезде ол көп жағдайда ұтылады. Сондықтан ол алдыңғы уақытқа не істейді, ол есебін шығарады. Біз мынанша айда мынандай жоспар құрат, былай айтқанда, мынандай жоспарды бітіруіміз керек, мынандай нәрсені жасауымыз керек. Неге? Соңғы нәтижесі дұрыс шығу үшін. Жасаған бизнесінде үлкен бір табысқа жету үшін ол жоспар құрады. Мына айда, мына аптада осынша жұмысты бітіруім керек деген нәрсені жоспармен дайындайды алдын ала. Яғни есеп беру деген сөздің астында осы жатыр да, толықтай. Өткен нәрсеге есеп берумен қатар болатын ендігі жасайтын амалымызға есебін дайындау, жоспарын құру. Мен мысалы ертең күні Алла ғұмыр беріп өмір сүрсем мен не істеймін? Соқыр жүре бермей, бәрін істеп болғаннан кейін артыма қарап өкіне бермей, қайта-қайта алдыңғы өміріме мен қарауым керекпін да. Мысалы, қараңыз, сіз бір қателік жасап қойған болсаңыз, бір күнәға түсіп қалған болсаңыз, сол күнәға қандай себеппен түстіңіз, соны зерттейсіз. Сол күнәдан әрі өзіңізді тазалай алмай жүрген болсаңыз, мына күнәға сіздің түсуіңізге себепкер болған не нәрсе? Мүмкін сіздің достарыңыз ба, немесе сіздің
жеке қалуыңыз ба, немесе сіздің мал мүлкіңіз ба, немесе көп ұйқыңыз ба, немесе түні бойы фильм көріп уақытыңызды жұмсап алуыңыз ба деген сияқты, немесе көп тамақ ішуіңіз ба. Мысалы, сол күнәға себепкер болып жатқан нәрселерді сіз анықтағаннан кейін, енді келесі күні сіз жоспарға сол себептерден аулақ болуға тырысасыз. Сізді күнәға итермелеген себептерден енді өзіңізді аулақ ұстауға тырысасыз. Не үшін? Мына күнәні қайталап жасап қоймас үшін. Өткен күнәға тәубе етіп алып, ертеңді қайтадан соған түсіп қалмасымыз үшін біз ертеңгі күнге жоспар құрамыз. Есебін дайындаймыз. Мен осылай ертең жасаймын. Мына нәрсе мені күнәға итермелеп қойып жатыр. Жалғыз қалып қойсам, мен күнәға барып қояды екенмін. Мына ортамен араласып қалсам, мен ғайбат айтып қояды екенмін, арақ ішіп қояды екенмін, зина жасап қояды екенмін деген сияқты. Немесе намаз оқымай кетеді екенмін, осы топпен аралассам деген сияқты алдыңғы өміріңізге сіз енді жоспар құру керексіз. Немесе сіз намазыңызды кешіктіріп жатқан болсаңыз, уақытынан сізге кешіктіруге не нәрсе себеп болып жатыр? Алдын ала жоспар қойыңыз. Мысалы, сапарға шығатын болсаңыз, сіз ертең білесіз, 5 уақыт намаз оқу парыз екендігін аман болсаңыз, және сол 5 уақыт намаздың кіретін уақыттарын да шамалап білесіз. Енді не істеу керексіз? Сол намаздың уақытына өзіңізді дайын ұстауға тырысасыз. Кейбір бауырларымыз, мысалы, үйден шығып алып, бірақ ойланады, мә дәретті қайдан аламын дейді. Сіз үйден шығып бара жатқанда білдіңіз ғой, бүгін намаз парыз, білесіз. Уақытта өте тығыз, бірінен кейін бірі өте жақын екенін де білесіз. Сіз үйден шығып бара жатқан кезде осыны ойлануыңыз керек. Үйден шығып алып, дәрет алатын жер таппай жүрмей, үйде толықтай дәретіңіз бұзылмайтындай етіп жаңартып, соған дайын шығу керек. Тіпті болмаса мәсі киіп аяғыңызға. Көпшілік бауырлық қарындастарымыз осындай бір қиыншылыққа өздерін түсіріп қойып жатады. Сапарға шығып алады да, намазды қайда оқимын, намазды жеткізіп бар, қазаға оқысам бола ма, дәрет алатын мүмкіншілік жоқ, немесе жай намаз жоқ, немесе тағы бірдеме жоқ. Сіз алдын ала өзіңіз жоспарлап шықсаңыз, барлығы реттеледі. Тіпті кей кезде өзі рөлде жүрген бауырларымыз намаздың уақытына мән бермей жолға шығып кетеді, кейін сол намазын оқи алмай қиналып қалады жолда. Бұл не? Жоспарсыз шыққандықтан да. Сіз жоспарлауыңыз керек. Сіз осы жерден шықсаңыз, ертең мысалы жұма намазы болса, жұма намазына келесі елді мекенге жетіп үлгеріп, сол жерде намаз оқып үлгеріп қалайын деген ниет болу керек. Немесе жалпы өзіңіздің намазыңызға қиындық тудырмайтындай, ораза келе жатыр, оразаның уақытында да ауыз ашарға ыңғайлап. Кей кезде қонақ шақырып жатады, мысалы. Қонақ шақырған кезде де кейбір аға келеріміз, мысалы, осы намаздың уақыттарына мән бермей қонақ шақырып жібере салады кей кезде. Кейде жұманың уақытында болып қалуы мүмкін, ас беріп жатады, дәл жұманың уақытында. Дәл сөйтіп барып жұмаға келген кезде барып, ойбай жұмаға түсіп қапты ғой деп жатады. Сіз алдын ала ойланбағансыз да, алдын ала ойлансаңыз, жаңағы календарды ашып қарасаңыз, сол күні жұма екендігін көрсеңіз, демек уақытын өзгеріп, намазға ыңғайлап дайындау керек. Мен қазір уақытым келмей жатыр деп, кейін барып ойланып жүреміз. Мінекей бұл екінші дәрежедегі мақам. Үнемі не істеп жүру? Есепті дайындап жүру. Өткен амалдарыңызға және ендігі жасайтын амалдарыңызға. Не үшін алдыңғы амалдарға есебін дайындаймыз? Біздің мақсатымызға жетіп, соңғы жетістігіміз жеңіс болу үшін. Соңғы біздің тоқтайтын жеріміз жеңіс болу үшін біз жасайтын амалдарымызға қараймыз. Үйленетін кезде де, мысалы, кейбір жастарға әсіресе қазір айтатын, үйленбей тұрып ойлану керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, адам үйленген кезде жарының 4 нәрсесіне қарайды дейді. Оның тегіне, байлығына, мансабына және әдемілігіне және дініне. Тегі, байлығы, әдемілігі және дініне қарайды. Осы 4-еуіне қарап, жалпы адам баласы үйленеді дегенде, ер адамдар көбінесе біреу не сұлулығына қарайды, оның байлығы бар ма жоқ па мән бермейді.
кейбір адам оның тегіне қарайды, қандай рудан, иә, төреден ба, қожадан ба, найман ба, адай ма деген сияқты не, руға қарап үйленетіндер болады мысалы. Ал кейбір адам байлығына қарайды, оған түрі де, оның руы да қызықтырмайды, оның байлығы болса болды, сөйтіп үйленетіндер болады. Ал енді бір адамдар байлығына да, түріне де, оның тегіне де қарамастан дініне қарайды, руханиятына қарайды. Қаншалықты дәрежеде ол Алладан қорқады, қаншалықты дәрежеде оның руханияты деңгейі қандай дәрежеде, өзін азғындықтан, арам істерден қаншалықты дәрежеде тыйып жүр, Алла Тағаланың парызын қаншалықты дәрежеде орындап жүр деген оның діннің ұстанымына қарайды. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы төртеуінің ішінде дініне қарап үйленген адам өкінбейтіндігі жайында айтады. Дініне қарап, оның тақуалығына қарап, үйленгеніне қарап, ол өкінбейтіндігін айтады. Қазір өкінішке орай жастар ол кейде ақыл айтып жатамыз осылай. Енді өзі сұрап келгеннен кейін, негізінде бұл жақсы емес, басқа жолын, басқа біреу таңдаған дұрыс сияқты деген сияқты. Немесе бір жақсы бір отбасынан, жақсы бір тәрбиемен шыққан сондай бір қыздар, қарындастарымыз көрсетіп, міне осыған үйлен, осыны ал десең, оның түрін ұнатпайды, оның жаңа руын, тегін ұнатпай, байлығын ұнатпай не істейді? Одан қашып жатады, діннің қаншалықты деңгейін екендігіне қарамастан. Сөйтіп соңында өкініп жатады. Неге? Өйткені ол бәрібір де оның байлығы болса, немесе тегіне бола үйленген болса, сұлулығына үйленген болса, ол арада бәрібір түсініспеушілік болады. Ал енді дініне қарап үйленген адамда 99% не? Өкініш болмайды ол нәрсеге. Шынайы егерде Алла жолықтырған болса, өзі соған сай бола білген болса, әлбетте бұл өкінішке бармайды еш уақытта. Сондықтан үйленетін кезде де жоспар құру керек те. Жарайды, енді қазір сұлулығына қарап ала салын. Ертең не істейсің, жоспар құру керек адам. Одан кейін ары қарай сен өмір сүресің, өмір бойы сен бірге, сенің бала шағаңды өсіретін адам. Ол әлі парыздарын дұрыс орындай алмай жатса, намазын дұрыс оқи алмай жатса, ертең түсініспеушілік болып жатса, оның отбасымен түсініспеушілік болып жатса, оның отбасында арақ құйып, арақ шарап құйып, жаңағы сіздің ұнатпайтын нәрселеріңіз, дүниелеріңіз жасап жатса, ол отбасы береке болмайды ондай отбасында. Ол сізге қарай ма, әке-шешесіне қарай ма, мысалы қарасаңыз. Сондықтан шариғатта үйлену кезінде теңдік деген нәрсе өте маңызды. Теңдік қажет. Ол жерде теңдік деген оның дініндегі теңдіктер болу керек, екі жақтың ата-анасында өзара теңдік болу керек. Немесе байлығына қарап үйленіп жатқан болса, оның байлық деңгейлерінде де тең болу керек. Әке-шешесі мен мына жақтың әке-шешесінің арасында теңдік болу керек. Егер біреу өте кедей болып, біреу бай болып шығатын болса, миллиардер болып шықса, ол кезде де ол жақсы емес, теңдік болмайды. Шариғат бұндай жағдайда үйленуге насихат қылмайды. Енді харам деп айтпайды әлбетте. Үйленем десе ол некесі дұрыс, бірақ абзалдырақ жағынан келген кезде осы теңдікке қарауға бұйырады. Тіпті оның кәсібінен де қарайды, теңдігіне. Үйлену кезінде қандай кәсіп жасайды? Кәсібінде де теңдік болу керек. Ол жайында шариғатта, фиқх кітаптарында өте кеңінен ашып беріп кеткен. Біздің айтайық дегеніміз, яғни әрбір ісімізде біздің алдымызға жоспар құру керек. Ертең мысалы осындай уақытта сіздің демалыс күніңіз, сол демалыс күніңіз қай уақытқа түсіп жатыр? Немесе сіздің бір жыл алатын жаңа демалыс ақыңыз, отпуск дей ма? Сол отпускыңыз сіздің қай уақытқа сіз өзіңіз таңдайсыз? Көбісі жазды таңдап алады да, жазда қыдыр анда барады, мында барады. Бірақ жаңағы ораза кезінде қиналып жүреді. Сізде мүмкіндік бар ма таңдауға? Сіз ораза кезін таңдаңыз. Ораза кезінде емін-еркін қиналмай ауыз ашарыңызға барып, емін-еркін тарауыхыңызға қатысып, жұмыста жүргенде шаршап шалдығып, ұйықтап жүрмей, демалысыңызды сіз ораза уақытына ыңғайлаңыз. Немесе қажылық уақытына ыңғайлаңыз, қажылыққа баратын, парыз болатын уақытқа. Ал біз не істейміз? Әйтеуір демалыстың уақытында бір ыстық жерге, көлге түсуге ыңғайлаймыз, тауға шығуға ыңғайлаймыз, тойға ыңғайлаймыз. Ал бірақ құлшылыққа келген кезде біз салғырттық болғаннан кейін құлшылықта біз қиналып қалып жата береміз.
сол құлшылығымыз қиналған себептен оның жемісі де не болады, лайықты деңгейде болмайды да. Оразаны кейбіреулер ұстамай қалады, жұмысы ауыр болғаннан кейін. Әлбетте енді денсаулыққа қарау керек. Кейбір жұмыстар өте қатты ауыр болған кезде ораза ұстай алмай қалады кейбір жамағат. Мысалы заводтарда істеу мүмкін, заводтарда ораза ұстау да өте қиын. Сол кезде алдын ала жоспар құрған болса, егер де мысалы құлшылығыма кедергі болмасын деп, ол не болады? Оның құлшылығының жеңіл өтуіне және оның жемісті болуына үлкен септігін тигізеді. Бұл мухасаба деген мақам. Осы жолда, осы ихсан деңгейіне бағыт алған жолда жүрген тақуалар, сопылар, бұлар осы мухасаба жолының мақамында өте қатты көңіл бөлген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннетіне сай түрде өзінің алдындағы жүретін жоспарын Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннетіне сай түрде жоспар құратын болған. Үнемі. Қала саллаллаху алейхи вассалам, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде былай дейді: «Әл-кайису мән дана нафсаху ва амила лима ба'дал маут». Кайис дегеніміз дейді. Кайис дегеніміз жалпы мағынасын түсіндіретін болсақ, жаңа айтқандай бір бизнесмен адам өзінің жұмысын жасаған кезде алдын ала өте керемет бір жоспар құрып, сол жоспарының нәтижесінде үлкен бір пайдаға жету жолында сондай мықты бір әдемі жоспар құрған адамды кайис деп атайды. Өте керемет шебер, өз ішінің шебері. Мысалы бір саудагерлер болса, барады бір товарды алатын болса, ол не болса соны ала салмайды, сезонның уақытын алады. Мысалы қыс келе жатыр ма, қысқа қазір мысалы кейбір саудагерлер көктемдік киімдер дайындап жатқан болуы мүмкін да. Мысалы минусқа кетіп қалмас үшін жақсылап тұрып жоспар құрады. Міне сол адамды кайис деп атайды. Бұл енді ақыреттік мәселелерде де осы кайис адам қандай болады десе, ол өз-өзінің нәпсісін тежеп, өлімнен кейінгі, яғни махшаралық қиямет қайым ақыр заманда айтып жатыр, өлімнен кейінгі уақытқа дайындаған адам, соған амал жасаған адам. Сіз мысалы қазір сізбен біз енді өмір сүріп жатырмыз да, біз иман келтірдік қой, өлімнен кейін қайтадан тірілу бар, Алланың алдында есеп беру бар, жәннат, тозақ бар. Енді осы жерде бұл дүниеде нәпсісін жақсылап тізгіндеп, нәпсісін тежеп, тәрбиелеп, өлімнен кейінгі жағдайына көбірек көңіл бөлген адам, мінекей сол не? Әл-кайису, яғни үлкен олжаға жеткен адам ретінде түсіндіреді. Біз мысалы қарасаңыз қазір негізі дүниеге көбірек амал жасап кеткенбіз ғой. Өзімізге деп, нәпсінің қалауына деп, нәпсінің артынан еріп. Хадистің жалғасында айтады: «Уәл-ажизу мән әтбә'a нәфсәху хауаха». Ал енді ажиз дегеніміз, яғни тікелей мағынасы әлсіз, кайистің қарама-қайшысы, яғни антоним. Ажиз дегеніміз ол нәпсісін, нәпсі қалауының артына ердіріп қойған, шахуатының артына ердіріп қойған, бұл ажиз болады деп хадисінде жеткізеді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Нәпсісінің артынан еріп, сөйтіп Алладан амандықты үміт еткен адам дейді, ол ажиз дегеніміз. Өзі жәннатты үміт етеді, бірақ нәпсінің артынан еріп жүреді, өзі шахуатының артынан еріп жатады, өлімнен кейінгі уақытқа дайындалмайды. Осылайша Алладан үміт етеді, фирдаус жәннатын үміт етеді. Дұрыс, әлбетте үміт ету керек, бірақ сіздің амалыңыз да соған сай болу керек. وَمَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ لَا يَتْرُكُ لَهَا سَبِيلًا إِلَى الْإِشْتِغَالِ بِالْبَاطِلِ. Кімде-кім өзіне осылай үнемі өткен нәрсесіне де, келетін нәрсесіне де үнемі есеп беріп жүретін болса, ол жалған нәрсемен шұғылдануға уақыт қалмайды ол адамда дейді. Бос нәрсемен шұғылдануға
Батыл деген жалған, түбі жоқ, асылы жоқ, негізсіз бір нәрсемен шұғылдануға ол адамда уақыт қалмайды. Неге? Өйткені ол өйткені ол өлімнен кейінгі уақытқа дайындалам деп уақытының барлығын не құлшылық ғибаратқа арнап тастаған. Ода бір жалған нәрсемен айналысуға, біреудің сыртынан өсек айтуға, біреуді ғайбаттауға, біреудің кемшілігін іздеп, оны жария қылып, бос күлкі, бос ойынға уақыты қалмайды дейді ол. Өйткені құлшылық ғибаратпен жүрген адам болатын болса. Тіпті ол жасап жатқан құлшылығымен, мысалы жаңағы күннің барлық бөлігін құлшылық ғибаратқа арнап тастаса да, оның өзінде де сол құлшылық ғибаратқа көңілі толмай, Алланың құзырында лайықты түрде мен құлшылық жасап жатқан жоқпын деп өзін сөгумен болады дейді ондай адам. Мен аз намаз оқып қойдым, аз садақа беріп қойдым, аз зікір етіп қойдым, аз Құран оқып қойдым. Мысалы біз өзімізге солай сөгіс бере аламыз ба? Мысалы күніне мен неге Құран оқымай жатырмын деп кім өзін сөгеді? Мен неге Құран оқымаймын деп. Мысалы біреуді сөгеміз ғой, сен неге сөйтпейсің, неге бүйтпейсің деп. Ал өзімізді сөгіп көрдік пе? Неге сен Құран оқымайсың? Неге мен мешітке намазға шықпаймын? Мен неге ораза ұстамаймын? Мен неге зікір етпеймін? Мен неге мына күнәдан тыйылмаймын деп адам өзін сөгу керек екен да. Сондай дәрежедеміз. Біз қазір тек қана біреуді ғана сөгіп үйреніп қалғанбыз. Сен неге сөйтпейсің, сен неге бүйтпейсің деп біреулерге ақыл айтамыз, бірақ өзімізге еш уақытта сөгіс айтпаймыз. Мінекей осылай үнемі өз-өзіне есеп беріп жүрген адам, алдыңғы өміріне, өткен өміріне есеп беріп жүрген адамда бір жалған нәрсемен шұғылдануға уақыты қалмайды. Ол өйткені уақытын барлығын құлшылық ғибаратқа арнап тастаған, тіпті құлшылық ғибаратқа толып жатса да, сол құлшылық ғибараты Алланың құзырында жеткіліксіз, кемшілікпен орындалып қалды ма деп өз-өзіне үнемі сөгіс айтумен, Алладан қорыққандан сөгіс айтумен уақытын өткізеді. Біреудің айыбын іздеп теруге уақыты болмайды ол адамда. Ондай адам осылай жүрген адам қалай ол уақытын жалған нәрсемен өткізеді? Болмашы азғындықпен қалай ол уақытын соған бөледі? Еш уақытта бөлмейді. Мысалы ақыл есі дұрыс, осы нәрсеге ойланып, иман келтіріп, осыған қарай құлшылық ғибадатын реттеп, соған қарай жұмыс жасап жүрген адам лағумен айналыспайды. Уақыты болмайды, оған қызығуы да болмайды, қызығушылығы да қалмайды ондай нәрсеге. قال السيد أحمد الرفاعي رحمه الله. Ахмад ар-Рифаи, Алла тағала кісіні рахмын алсын, былай деп айтады. Минал хашияти такунул мухасаба. Қорқудың себебінен, Алладан шынайы қорқу сезімі болған кезде, ол адамда не? Мухасаба мақамы, яғни өз-өзіне үнемі есеп беріп жүру мақамы ол адамда пайда болады. Мухасаба, жаңа айтып отырған мақам, бұл Алладан шынайы қорыққан кезде пайда болады. Ва минал мухасабати такунул мурақаба. Ал үнемі өз-өзіне есеп беріп жүрген адамда әл-мурақаба мақамы пайда болады. Осыдан кейін мурақаба деңгейі, яғни мурақаба дегеніміз не? Мурақаба дегеніміз, мухасаба деген есеп беріп жүру. Ал мурақаба дегеніміз Алла мені үнемі көріп тұр деген сезімде өмір сүру. Мені көріп тұр Алла тағала деп өмір сүру. Бұл қайдан пайда болады? Мухасаба. Өз-өзіне үнемі есеп беріп жүрген кезде осы бір сипат пайда болады адамда. Ал енді ва минал мурақабати, Алла тағала үнемі мені бақылап көріп тұр деген сезіммен өмір сүрген кезде якуну даваму шуғли биллахи тағала. Ол адам енді үнемі Алланы еске алумен уақытын өткізетін болады. Мурақаба халінде жүрген адам, Алла мені көріп тұр деп өмір сүрген адам, бір сәт болса да Алланы ұмытпауға тырысады. Ұмыт қалған болса, сол нәрсесіне тәубе етіп, дереу есін жия қойып отырады. Бір сәт болса да. Өйткені Алла мені көріп тұр деген кезде не?
бір жерде бір камера тұр десе, сіз сол жерде сол камера сізді көріп тұрған уақытыңызда сіз қалай болса солай жүрмейсіз. Сіздің бастығыңыз көріп тұрса камерадан жұмыста, сіз қалай болса солай телефон шұқылап ол жерде ұйықтап жүресіз бе? Жоқ, өйткені сіздің ертең зарплатаңыз қысқарып қалайын деп тұр да. Ертең сіз айлық ала алмай қалуыңыз мүмкін, жұмыстан шығып қалуыңыз мүмкін. Өйткені көріп тұр камерадан. Сол жұмыс орнында камералар тұрған кезде жұмысшылар не? Үнемі бастық көріп тұр деген сезіммен жұмысын өте жақсы жасайды да. Ал біз енді үнемі Алла көріп тұр деген сезіммен өмір сүрсек, біздің уақытымыздың барлығы Аллаға арналады. Мінекей, сондықтан құрметті жамағат, біз енді осы дәрістен кейін жатардан алдын болсын, үйден шығардан алдын болсын, мысалы жатардан алдын бүгін не істедім? Құлшылық ғибадат жасаған болсаңыз, сол құлшылық ғибадатқа есебін беріңіз. Сіз қалай жасадыңыз құлшылық ғибадат? Құлшылық ғибадатыма мен рия араласып кеткен жоқ па? Шынайы ықыласпен болдым ба? Кемшілік болып қалған жоқ па? Деген сияқты құлшылық ғибадаттың есебін беріңіз. Немесе біреудің хақысына кіріп кеткен болсаңыз, сол адамның қайтадан ризашылығын алуға тырысыңыз. Жатардан алдын біреудің хақысына кіріп кеткен жоқпын ба мен? Біз байқамаған халде не біреудің хақысына кіріп жатқан болуымыз мүмкін. Біреуге ауыр сөз айтып қойсақ, сол сөздің себебінен біреуге көңіліне қаяу түсетін болса, ол да міне хақысына кірген болып есептеледі. Ауыр сөз айтып қою, біреуді балағаттап қоя салу, интернет желісінде бір жалған ақпараттарды таратып жібере салу, біреу айтты екен деп соны таратып жібере салса, мынау сөйтіп қапты деп бүкіл жаққа таратып жіберіп, анығына жетпей. Бұл не? Сол жалған ақпаратқа қатысты болған адамның хақысына кіру болып есептеледі. Осы сияқты амалдар күнделікті не? Аяқ астында таптап, соның барлығына не? Аяғымыз былғап жатырмыз былай айтқан кезде. Біреудің хақысына кіру деген мәселе өте ауыр мәселе. Біреудің хақысын дүние жағынан да адам хақысына кіріп кеткен болуы мүмкін. Оның руханият жағынан да, материалдық жағынан жан-жақта адамның хақысына кіріп кеткен мүмкін. Сол үшін де біз жатардан алдын не істейміз? Өз-өзімізге есеп беруге тырысамыз. Ертеңгі күнімізге де есебін дайындауға тырысамыз. Омар радиаллаху анху өзінің сөзінде ертең Алланың алдындағы ұлық күні қиямет қайымда Алланың алдында есеп берместен алдын осы өмірде өз-өзіңе есеп беріп дайындал деген да. Сіз Алланың алдында барғанда қалай жауап беремін мысалы? Соған не істеу керек? Дайындалуымыз керек. Мысалы қазір жылдың соңы өтті ғой, міне барлық жұмыс орындарында, оқу орындарында не істеді? Жылдық есеп болды. Жылдық есеп. Финанс жағынан болсын, басқа жағынан болсын. Сол кезде жылдық есепке бір ай бойы дайындалуы мүмкін адам. Есебім дұрыс шықсын деп. Бастықтың алдына барып есеп берместен алдын не істейді жұмысшы? Өз үйінде дайындалады есепке. Есебім шықпай қалмасын ертең бастықтың алдына барған кезде. Егер бір тиыны шықпай қалса, жұмыстан айырылуы мүмкін, жалақысынан айырылуы мүмкін, сөгіс алуы мүмкін. Бір тиын жібермей есепті дәл шығаруға тырысады да. Кез келген жұмыс орнында осылай. Ал дәл сол сияқты біз Алланың алдына бармастан өмірімізге есеп беруіміз керек, сүрген өмірімізге. Қалай өмір сүрдің? Сол жасаған қателігіңіз үшін тәубе еттіңіз ба? Кешірім сұрадыңыз ба? Сол адамның барып ризашылығын алдыңыз ба? Біреудің хақысына кірген болсаңыз. Алланың алдында үлкен күні есеп бермей тұрып, қазір уақытта бізде есеп беріп үлгеруіміз керек, дайындалуымыз керек. Егер кем болып жатқан жері болса, соны толықтыруға тырысасыз. Бір тиын қарызыңыз болса, соны қайтаруға тырысасыз. Өтелмей қалған қаза намазыңыз болса, оны өтеуге тырысасыз. Оразаңыз бар ма, оразаңызды өтеуге тырысасыз. Алла Тағала баршамызға осы бір халде өмір сүруді нәсіп етсін. Ахирда уана алхамдулиллахи раббил аламин. Уассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.